бүгін біз сергіту сәті ретінде сіздерге мынандай дүниені ұсынып отырмын. Біз сабырлықты сақтауға, ұйымшылдықты көрсету үшін сіздер жаңа бір қоңыраудың ішінде 3 этаж зарлап кеттіңіздер. Сондықтан қазір тыныштық сақтап, сабырлық сақтап, ұйымшылдығымызды көрсету үшін 3 топқа, міне 3 түрлі толып тұрған толып тұрған стаканды қойып тұрмын, е? Міне 3 топқа. Қазір сіздер осы стакандағы жіпті әр қайсыларыңыз, әр 3 қатар көтеру арқылы суды төкпей жоғарға көтере аламыз. Көрсетіңіздерші. Қай топ бір суды төкпей көтереді, сол ең ұйымшыл топ болады. Неге қазір мен сізге берейін, аны сүрте ғой. Так, ол жаңа жүргеннен кейін ғой, мен әдейі толтырып қойдым. Жоқ, ақ тұрған жоқ. Ал кеттік, бастайық. Келіңіздер, бірінші қатар Кәусардың алдында тұр. Қане көрейік. Ойлаңыздар, қалай көтерсеңіздер, жаңағы төгілмейді екен. Қане, екінші қатар тамаша шықты. Малика күшті, ғажап. Жарайсыңдар, қоя қойыңдар. Үшінші қатар тамаша шықты, міне бірақ су төгілді ғой. Сәл төгілді. Жақсы, жарайды. Ал бірінші қатар қойыңыздар енді. Енді төкпей қойыңыздар. Тамаша. Ал жақсы. Көтер, көкке. Ой, тамаша, жарайсыңдар балар. Ал қоя қой енді. Тамаша. Міне сіздер сабыр сақтап, сүре қой. Бірлесіп жұмыс жасай алады екенбіз. Тамаша балар, отыра қойыңыздар. Рахмет.